Сәлеметсіз. Ой, Нұрислам, сәлем жаным, қалғалай? Өте керемет. Біз финалдамыз. Сондықтан мен сені шын жүректен осы жеңіспен құттықтаймын. Бірақ та алдымызда да үлкен жауапкершілік бар мойнымызда. Жақсылап дайындалуымыз керек. Ал Нұрислам, қарап отырсаң, мына әдемі табиғаттың аясына, судың жағасына мен сені бекерден бекер шақырып отырғаным жоқ. Оның өзінің терең мазмұны бар, ойы бар, себебі бар. Сондықтан да оны енді саяхат барысында түсінесің. Дайынсың ба? Олай болса, кеттік. Сен бұрын осы жерде болып па едің? Жоқ. Бұл өте тарихи жер. Көкшетау деген ол енді біздің ата-бабаларымыздың, өнер майталмандарымыздың қасиетті жері. Біржан Сал, Балуан Шолақ атты аталарымыздың жері. Мен негізі Толқын хан дайындыққа шақырады деп ойладым. Бірақ міне осындай табиғат аясына шақыртты. Рахметімді айтамын. Мен ойлаймын, судың өзінің бір энергетикасы бар. Су деген ол тазалық, су деген ол мөлдір сезім. Табиғаттың аясында осылай Нұрисламмен жүздесіп, финалдың алдында жан тыныштығын жинап, сақтап, тағы да бір дайындық жасаймыз ба деген ойымыз бар. Өнер деген бір теңіздей, мұхиттай шексіз, өнер теңізінде мен сені бір кішкентай қайық сияқты көремді. Теңізде не болмайды? Неше түрлі құбылыстар болады, толқындар болады. Әрине осындай қиындықтарды жеңетін тек қана мына еңбекқор адам, сен сияқты мықты азаматтар жеңіп шығады. Бір бағытта болып келген бала осы жобада кәдімгі өзгерді. Өзін басқа қырынан көрсетті. Ол да баланың ар жағында жатқан потенциалы бар деген сөз. Көл болсын, өзен болсын, мұхит болсын, неғұрлым терең болса, оның тартылысы да күшейеді. Сондықтан да сенің де өнерің болашақта өте терең болу керек. Халықтың саған деген құштарлығы күннен күнге күшейіп, көп жұмыс істеуің керексің. Өзіңнің өнеріңді тереңдетуің керексің. Өзінің маған деген ақылын айтты. Тыныс алу техникаларын үйретті. Таңдайды деп ашу керек. Сонда мына мұрның да, кеудең де, бүкіл сенің дене бойың еркін болады. Сен өзің білесің ғой, мысалы, су тыныш тұрмайды ғой, әсіресе теңіздерде, мұхиттарда бір мезгіл тұнық тұрса, оның артынан кәдімгі 10 метрлік толқын келіп қуады, Біздің өнерімізде дәл солай. Мінезім тұнық болғанмен, артында бір керемет, бір мықты азаматшылық, сондай мінез жатыр деп көремін. Финалда тәлімгермен дуэт айтам. Ерекше бір ән дайындап жатырмыз. Дайындық өте керемет. Нұрисламға балама ретінде арнау айтылады, ал сосын ол енді мені ана ретінде көріп, маған арнау жасап, сондай бір жақсы микс жасайын деп отырмыз. Мен Нұрислам үшін өте қатты қуанамын. Өйткені Нұрислам өте талғампаз бала. Әнге деген, өнерге деген көзқарасы өзгерген сияқты. Шын мен өте қуаныштымын. Сезімім өте бөлек. Жанымда үлкен-үлкен талдар, бәрі табиғат маған әсер етіп жатыр. Бойыма бір ерекше күш тарды. Қазақстан дауысы балалар жобасының жеңімпазы сол атқа лайық болу керек. Мен Нұрисламға тек қана жеңімпаз аталса екен деп тілеймін. Мен осы топта болғаныма қуанамын. Және де кіл мықтылардың арасынан финалға да жеткеніме қуаныштымын. Ендігі мақсат Толқын ханыммен бірге жеңіске жету. Қайықтың желкені неғұрлым кең болса, көздеген жеріне тез жететін білесің. Сондықтан да финалда желкеніміз кеңінен жайылсын.
жарың күн көркің санамда санатқа ендім мен сен үшін болдым кесік адамға балам сен үшін өмір сүрем сен үшін жылап күлем мен сен үшін білек түрем сен үшін қатып сілем тең теңімен болсыншы мен сенімен болайын көз ілмей тербетіп тірліктің бесігін әлдейім әніме салайын Мама, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын махаббатым, мархабатым. Ардақтайды есіміңді, ел ана деп адам, жер ана деп адам. Келбет мәңгі бесігіңді, ана жаным саған, арнадым мен саған. Солғанша гүлім күзде тоңып, ана деп ән салам. Жетейін мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Мама, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Данасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын махаббатым, мархабатым. Мақтанатын махаббатым, мархабатым. Мама, мама, мама. Браво, браво, браво! Нұрислам Тілеухан, Толқын Забирова! Аналарға арнау, аналарға тағзым. Рахмет. Толқын ханым, енді балаңыздай болып кетті ғой осы жобада. Әрине, қазір бізді мына Нұрисламның да мамасы қарап отыр, менің де мамам қарап отыр. Өкінішке орай бүгін больницада жатып, мені сол больницадағы теледидардан қарап, жаңа звондап жатыр. Қашан шығасыздар, қашан айтасыздар деп. Қашанда біздің аналарымыз қасымызда жүре берсін, ауырмай, сырқамай, біздің шашпауымызды көтеріп жүрген сол біздің ақжаулықты аналарымыз. Сондықтан да не деймін енді, бұл жерде көп нәрселер айтылды, көп тілектер айтылды, көп мақтау айтылды Нұрисламға. Өзімде қазір жылайын деп тұрмын, шынымды айтсам. Үйдегі 3 ұлға тағы бір кенжем қосылған сияқты. Жыламаңыз, бәрі де жақсы. Өзіме бір бала тауып алған сияқтымын Нұрисламда. Иә, сондықтан да осы Нұрислам балама жолың қашанда ашық болсын, ақ болсын, Алла тағала сені жарылқай жүрсін. Менің балама аямай,
дауыс беріңіздер. Расымен де қымбатты көрермен, естеріңізге салудан жалықпаймыз. Дауыс беру жалғасуда. Мына экранда көрсетілген QR кодқа өтіп, сайтқа кіріп, сіз біздің Нұрисламға дауыс берсеңіздер болады. Рахмет. Қымбатты көрермен, Нұрислам, саған дауыс беретін сөзсіз, мен ойынша Толқын ханымның сөздеріне келді. Сәттілік тілеймін. Толқын хан, Нұрислам, сахна сыртына шығарып салайық сіздерді. Ой, әке.